Бір үйде анасы, әкесі, қызы тұрады. Олар өте бақытты еді. Бірақ бір күні әкесі анасы мен қызын тастап кетеді. Оларға бұл өте ауыр соққы болды, әсіресе анасына. Алайда әкесі анда-санда қызына хабарласатын. Әкесі кетіп қалған кезден бастап анасы күрт өзгерді. Бастапқыда жай қайғырды, ал кейін болмашы нәрсеге ұрысып, қызын ұра бастады. Ол үйде енді күнде у-шу. Анасы қызын түсінбей оны ұрып жиі ауыр жұмыстарға жұмсайтын. Оның көршілері де жақсы білетін. Тіпті анасы ешкіммен араласпайтын. Оның тек бір ғана жақыны бар. Ол ішімдік. Солай бір күні анасы түнде ішіп келіп, үйінде бұрын-соңды болмаған үлкен ұрыс шығарады. Қызды қатты аяусыз ұрды. Қиналған қыз түн ішінде көршілерге қашады. Ол бір үйдің есігін қатты соға бастады. Ал анасы артынан келе жатыр. Қызға бұл тіпті өлімге дейін әкелетін секілді көрінді. Қызы одан сайын қатты жылап есікті қатты ұрып тырнауда. Ол бақырып ашыңыз деуде. Анасы қызға жақындап қалды. Түн ішінде ұйықтап жатқан көршілер оянғанда есікпен үрейлі дауыс естиді. Ал далаға шыққанда тек есігінде тырналған қандар ғана болды. Олар шошып кетеді. Ертесіне полиция келіп қыздың өлгенін айтады. Сол маңда тұрушылар анасы жайлы да айтады. Кейін қызы өз анасын өлтіргені анықталды. Яғни кеше түнде анасы қызын ұстап алып үйіне барып өлтірген. Анасы өз есінен айрылғандай еді. Солай анасы ұсталады. Бір қызығы, ол үйден анашым, анашым деген қорқынышты бақырған дауыстар шығатын. Бұны естіген адамдар бір күні шыдамы жетпей ішке бір топ болып кіреді. Дауыс әлі шығып тұр, бірақ ешкім жоқ. Ал көршілері оны өлген қыздың рухы деп білетін.